Бірге шпинатты рулетті дайындаймыз. Ол үшін бізге біріншіден шпинат керек. Шпинат өте таза және балғын мен сондай алдым 150 грамм. Немесе сіздер замороженный шпинат алсаңыз да болады. Бұнда түк несі жоқ. Сосын 3 ақуыз, 3 жұмыртқаның сарысын аламыз. Және де 150 грамм ұн. 3 ас қасық. Мен бұл жерде көрсетуге ұмытып кетіппін. Енді өздеріңіз қосарсыздар. Мұнда шпинаттың бәрін осылай турап аламыз да блендерға саламыз. Блендерға салып болғаннан соң үш желтогымызды қосамыз. Қосып болғаннан кейін блендердан өткіземіз. Блендердан өткізіп болғаннан кейін 3 ас қасық ұнды қосып араластырып дайындап қоямыз. Мен түсіруге ұмытып кетіппін. Одан ақуызымызды кішкене тұз сеуіп миксерлейміз. Толығымен әппақ болғанша осындай миксерлеп шығарамыз. Сосын кейін жаңағы шпинатты блендердан өткізгенді екеуін бірге араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін астына пергамент төсеп, менде поклан пергаментті қағаз. Егер де басқа пергаментті болса, онда май жаққандарыңыз жөн болады. Үстіп толығымен құйып, бәрін жайып шығамыз. Содан кейін 180 градусты қызып тұрған пешке 10-15 минут пісіреміз. Одан ұзақ пісіріп қойсаңыз, шеттері қытырлап қалады. Ал бізге жұмсақ бисквит керек. Пісіп болған бисквитімізге осылай пергаментті қағаздан аламыз. Толығымен суытамыз. Суып болған бисквитке мен өзім творожный сырды алғанын ұнатамын. Творожный сырды ақырын алып жағып шығамыз. Жағып болғаннан кейін мен салмасына қызыл семганы алдым. Қызыл семганы турап, немесе өздеріңіз білесіздер, лосось алуға болады, немесе краб палочканы алуға болады. Өзіңізге қарай қосуға болады салмасын. Мен үстіп семганы алып салдым. Сосын астында тұрған пергаментті қағазбен рулетімді ораймын. Рулет оралып болған соң пищевой пленкамен орап, оны холодильникке 2-3 сағат